Бірінші бөлім жанды табиғат. Балалар, менің есімім ойыны бойынша біз өзіміздің есімімізді атаймыз, сосын өзіміздің есіміміздің бас әрпіне келетін бір сөз айтамыз. Мысалға, Ержан, ержүрек, Зағипа, зерек. Осы сияқты айтып шығайықшы балалар. Балалар, мына жерде біз керемет суреттерді бейнелегенбіз. Осы суреттер арқылы, осы әдемі суреттер арқылы біз бүгінгі тақырыбымызды болжайық. Осы суреттер арқылы тақырыбымыз не деп ойлайсыздар? Жарайсыңдар балалар, суреттер арқылы бүгінгі сабағымызды болжадыңыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сонымен күз келді тақырыбы екен. Оқу мақсаты оқу түрлерін қолдана отырып, мәтін не оның бөлімдерін мәнерлеп оқу, сұрақтарға жауап беру. Балалар, енді бүгінгі жаңа тақырып күз келді тақырыбына байланысты жаңа сөздермен танысайық. Өзгеру, сыныптастар. Ал енді қайталап еске түсіретін сөздерді айтайық. Қыркүйек, табиғат, күз, келді, күн райы, жапырақ, сурет, сарғаяды, бүгін, биыл, салқын, сары, мәтін. Балалар, жаңа сөздерді сөздік дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Балалар, енді біз жаңа сөздермен таныстық. Олай болса, тапсырмаларды орындайық. Екінші тапсырма: мәтінді тыңда, оқы. Бала, тыңдаймыз. Бүгін 1 қыркүйек. Қыркүйек күздің 1 айы. Күзде күн райы өзгереді, күн салқындайды, жапырақтар сарғаяды, күзде сабақ басталады.
Биыл Әлібек 3-ші сыныпқа барады. Қанат пен Әлібек бір сыныпта оқиды. Олар сыныптастар. Балалар, енді осы оқыған мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бүгін қай күн? Күзде не басталады? Күзде не өзгереді? Әлібек нешінші сыныпқа барады? Олар кімдер? Жауап берейікші балалар. Жарайсыңдар балалар, сұрақтарға керемет жауап бердіңіздер. Ал енді балалар, жазылым тапсырмасын орындаймыз. 3-ші тапсырма: оқы, жаз, жаңа сөздерді тап. Табиғат өзгереді. Мына жерде жаңа сөздерді табамыз. 3-ші сыныпқа барамыз. Олар менің сыныптастарым. Балалар, дәптерімізге жазамыз, жаңа сөздерді тауып астын сызамыз. Балалар, біз сабақтың мақсатын тағы да есімізге ала отырып, мәтінді мәнерлеп оқыдық. Енді сұрақтарға да жауап бердік. Тағы да диалог ретінде біз мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Сұрақтарға жауап беру болады. Сенің сыныптасың қай мезгілді жақсы көреді? Балалар, енді мына жауапқа көңіл аударайық. Менің сыныптасым күз мезгілін жақсы көреді. Себебі күзде жемістер піседі. Осылай жауап береді деп ойлаймын балалар. Балалар, енді біз тағы да сабағымыздың мақсатын еске ала отырып, мәтінді мәнерлеп оқыдық. Енді айтып көр әдісі бойынша мына сұрақтарға жауап берейік. Сұрақ: сенің сыныптасың қай мезгілді жақсы көреді? Ал енді балалар, мына жауапқа назар аударыңыздар. Менің сыныптасым күз мезгілін жақсы көреді. Себебі күзде жемістер піседі. Балалар, сіздердің де жауаптарың осылай болатынына мен сенімдімін. Сендерден сұраққа жауап берулеріңізді күтемін. Балалар, сіздердің жауаптарыңыз көңілге қонымды болды. Ал енді балалар, өз-өзіңді бағала әдісі бойынша сіздер де өздеріңізді бағалап жіберіңіздер. Мен өте жақсы түсіндім, 5 балл. Мен жақсы түсіндім, 4 балл. Мен орташа түсіндім, 3 балл. Мен дұрыс түсінген жоқпын, 2 балл. Мен мүлдем түсінген жоқпын, 0-мен 1 балл. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі сабақта біз күз тақырыбын өттік, балалар. Енді сабағымыздың мақсаты қалай еді? Тағы да есімізге салайық. Сабағымыздың мақсаты мәтінді мәнерлеп оқу болатын, сұрақтарға жауап беру болатын. Енді біз сұрақтарға да жауап бердік, мәтінді мәнерлеп оқыдық. Ал енді балалар, осы жаңа сөздерді де игердік. Енді осы күз тақырыбы бойынша үй жұмысына 4-ші тапсырма: суреттерді мәтін мазмұны бойынша орналастыр. Алдында біз 2-ші тапсырма бойынша мәтінді оқыдық. Сол ережені ұстана отырып, мына жерге сөйлем құрастырамыз. Мысалы, 1-ші қыркүйек білім күні. Әлібек мектепке барады. Күзде жапырақтар сарғаяды. Осы сияқты үй тапсырмасын орындаймыз балалар. Жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымызды қорыта келе, кері байланыс жасайық бір-бірімізбен. Балалар, егер сіздерге бүгінгі өтілген тақырыбымыз жеңіл болса, жасыл белгісін белгілеңіздер. Егер ойландырса, сәл қиындау болса, қиындық туғызған жерлер болса, сары белгісін белгілеңіздер. Ал егер мүлдем түсінбеген болсаңыздар, қиын болған болса, қызыл белгіні белгілеп, кері байланыс жасайық балалар. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі сабаққа өте жақсы қатыстыңыздар. Сабаққа белсене қатысқандарыңызға рахмет.